Ассалаумағалейкум достар. Сәлем достар, сіздермен Қазақша Америка және де сіздердің кезекті сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Ең ауқымды сұрақ енді бұл, сол үшін енді ұзақтау болады. Қазір табысыңыз жанұяңызға жеткілікті ма? Сол туралы видео шығарсаңыз. Осылай барған отбасыларға оңай жолдарын көрсетіп айтып кетсеңіз, неден бастаған дұрыс? Жалпы Америкаға келгеннен кейін ең бірінші неден бастау керек? Ең бірінші, сізде көп вариант болмайды. Ең бірінші келген кезде сізде бір 4-5 вариант ары кетсе, бірінші келген адамның барлығы осы DoorDash дейді, доставка еды. Содан бастайды көп жағдайда. Машина айдай алатын болса, жаңағы жолдасыңыз или там әйеліңіз кім болса, ол жұмыс, кәдімгідей жұмыс. Айына $5,000 шамасында шығаруға болады, аптасына 1200 жобасында шығарасыз, 1200-1300 жобасы. Ең басты нәрсе, бірінші келген кезде сіздің қалтаңызда кішкене ақшамен келген қажет болады. Ең бірінші келген сіздерге кеңес берер едім. Ең бірінші кезекте адвокат, юристті жалдау керек. Неге деген сұрақтарыңызға юрист, былай айтқанда, сіз келдіңіз, мысалға, сіздің уже Америка сапарыңыз басталды, бірінші күннен бастап. Яғни сіз ең бірінші кезекте юристпен сөйлесіп, сіздің процессіңізді бастай берген дұрыс. Яғни статусыңызды анықтап алу керек. Юристке барасыз, мән жағдайды айтасыз, бағасын келісесіз, қандай құжаттар, ол сізге жайлап құжаттың бәрін толтырып бастай береді. Ол тиісінше ақшасын сұрайды, әртүрлі адвокаттар әртүрлі бағаны сұрауы мүмкін. Енді жақсысына бару керек, отзывпен, мынаусы жақсы, мынаусы жақсы деп ештеңені анық қанығын білмей, кез келген юристке жолға беруге болмайды деп ойлаймын. Себебі лақтырып кететін, жаңа алдап кететіндер бар деп естимін. Сол ең бірінші кезекте келетін нәрсе, істейтін нәрсе осы адвокатқа. Ол адвокат бірден алмайды ақшасын. Мысалы айтайын, біздің юрист $3,000 сұрады. Ең бастапқы кезде 500 бере салыңыз деді. $500 бердік, процесс басталды. Қалғанын, осы процесс 6 ай жүреді, 6 ай бойы біздің құжатпен айналысады. Осы 6 айдаға дейін беріп бітсеңіз болды деді. Бізге өте мықты қуандық, әрине өте жеңіл не болды, бізге жеңілдік болды. 6 айдың ішінде осы 500-500-ден беріп тұруға өте мықты мүмкіндік болды. Сондықтан біз ешқандай уақыт жоғалтпастан бірден юристпен сөйлесіп, өзіміздің процессті бастап кеттік, статусымызды анықтап. Сол процесс жүріп жатыр. Бұл енді біз Мексика арқылы кірсек те, Мексика арқылы кіргеннен кейін де юристке жүгіндік қой. Негізі сіздер тур визамен келсеңіздер де ең бірінші адвокат жалдайсыздар. 6 ай уақыт өткеннен кейін. 6 ай уақыт өтпей жатып әрекет жасау керексіздер. 4-5 айда. Егер сіздер қалам дейтін болсаңыздар, 6 айдан кейін қайтамын, жоқ, ұнамады дейтін болсаңыз, сонда қайтасыз. Ол кезде адвокат, ешқандай юристің қажеті жоқ. Адвокатты не үшін жалдайсыз? Бұл жақтағы жұмыстар, ең бастысы SSN құжат, сіз Social Security Number дейді. Былай бүйтіп түсінейінші, біз енді сол жайлы айтып кеттің. Біздің жақтағыларға түсінікті болу үшін айтайын, бұл жақта сіз істеймін деген көңіліңіз қалаған жұмысты істей алмайсыз. Сізде екі құжат болмайынша, біреу Social Security Number 1 дейді, SSN қысқартылған түрі, сосын Work Authorization дейді. Осы екі құжат болмайынша сіз жұмыс істей алмайсыз. Жұмыс істеуге болады, ол бірақ сізде 3-4 қана вариант болады. Доставка, такси, клининг, бала бағу, үй жинау деген сияқты. Заңсыз жұмыстар, сондай ғана жұмыстар істейсіз. Ал егер осы екі құжат болса, онда сіз жаңағыдай стройка болсын, тракқа кетсеңіз болады. Жоғарғы табысты жұмыстарға. Жоғары уже қол жеткізе аласыз. Сіз үлкен кеңінен қарауға мүмкіндік туады сізде. Барлығына құқылы боласыз. Өзіңіздің атыңыздан любой аккаунттарды ашасыз. Кез келген мекемеге барып жұмыс сұрай аласыз. Өйткені құжатыңыз бар. Осы екі құжат керек. Ол екі құжатты алу үшін, осы жаңағыдай айтылғандай, юрист жалдау керек. Сол себептен келген кезде мүлдем бір күнде де лажы болса, бір күн құртпай, бірден юрист жалдап процесс бастап кеткен дұрыс. Ол құжатта сіз бүгін барып юристпен сөйлесіңіз, ертең келмейді. Ол 150 күннің ішінде келеді. Егер сіз юристке
келе салып жолықсаңыз, егер сіз ақша болсын анау болсын деп әртүрлі бір себептермен жүрсеңіз, ол естественно ары қарай ұзап кете береді. Сондықтан бірінші келгенде сіздерге кеңес беретініміз, бірінші юристпен сөйлесу керек. Не болмаса ол 150 күнді күтпеймін десеңіз, $410 social security мен work authorization, яғни разрешение на работу дейді. Бір жылға беріледі екен. Екі құжатты сіз $410 төлеп бір жылға алсаңыз болады. Оны қалай аламын дейтін болсаңыз, оған да юристке жүгінген дұрыс. Қалай не екенін айтып береді, енді бағасы арзандау болады оны. Сол ең бірінші кезекте соны істеу керек. Ең бірінші адвокат жалдау керек. Одан кейін адвокат ары қарай тағы да не жұмыстар жасайды? Адвокат осы екі құжатқа сізді толтырып, барлық документтерді жинап, уже неге жібереді. Енді правительство, енді ол жағын мен нақты білмеймін, бірақ соны жібереді. Одан кейін сізге 589 форманы толтырады. Өздерінің сондай бір формасы бар. 589 форма. Осы кісілер міне 4 баласымен Мексика арқылы өтіп келді. Көмек керек деген сияқты. Құжаттарды толтырады. Правительстводан бір қандай да бір көмек болсын сұрайды. Осыларға осындай көмекке мұқтаж деген сияқты. Сөйтіп Food Bank дейді, Food Stamp дейді. Содан бізге карточка береді, ішінде яғни ақшасы бар. Бір айға тек қана ас ауқат алуға, басқа зат ала алмайсыздар. Тек қана азық-түлік. Жаңағыдай тіс жуатын пастасы, щеткасы деген сияқты нәрселерді де ала алмайсыз. Тек қана тамақ. Ет, сүт. Тамақтан да сіз дайын тамақты, кафедегі тамақтарды ала алмайсыз. Кафеден ала алмайсыз, тек қана осы. Өзіңіз дайындайтын. Азық-түлік сататын дүкендерден таза өзіңіз дайындайтын тамақтарды аласыз, продукты. Яғни соларға өкімет ақша былай қарасады, соны бітіреді юрист, сол шаруаларды. Және де сіз ол ақшаны сіз жартысын ақшалай, жартысын продуктілей деген сияқты азық-түліктей қылып алсаңыз да болады. Бірақ ол біздің енді юристіміздің айтуы бойынша, көп адамдардың айтуы бойынша негізі ол дұрыс емес. Тек қана барлық ақшаны азық-түлік ретінде алған дұрыс. Өйткені сондай жағдайда көп ақша шығарады деп айтады. Бізге солай кеңес берді. Бүкіл ақшаларыңды азық-түлікке жететіндей қылып солай қылып ала беріңдер. Жаңа қолма-қол ақша қылмай-ақ. Бізге қолма-қол ақша керек емес, бізге тек қана азық-түлікке ақша керек деп сондай қылып сұрап, сондай сұраған сияқты қылып адвокат жазған. Содан бізге одобрение келіп, ең бірінші айында $1198 бізге түскен. 1198 деген шынымен де өте үлкен не? Именно азық-түлікке өте жақсы ақша, былай өте молынан жетеді десек болады. 1198-ге 4 балалы үлкен жанұяға жетеді, былай да былай. Сол өкімет қазір бірінші келгендерге осылай көмектеседі. Сол юрист осы міндеттемелерді өз мойнына алады, жаңағы келіссеңіз. Енді бұл не үшін беріледі деген сияқты сұрақ болады, туындайтын шығар сіздерде. Осылай бірінші келген адамдар, енді сіздің жаңағы екі құжатыңыз жоқ қой, social security мен work authorization жоқ. Бірінші кезекте сіз жұмыс істей алмайтыныңызды біліп, осы жақтың елінің өкіметі сізге бір жылға көмек, аяқтан тік тұрып кеткенше, осы құжаттарын қолдарына алып, жұмыстарын істеп кеткенше деген сияқты көмек өкімет береді. Оғанда біз әрине бұяқтың заңын біліп, құжатын бәрін өзіміз білсек, өзіміз тапсырып, өзімізде сол нәрсені істеуге болатын еді. Бірақ енді бұяқтың заңы басқа, тілді білмегендік бар. Сондықтан осы юристке жүгінгенді дұрыс санап, осының барлығын юрист деп беріп жатқан жайы бар. Аллаға шүкір, ол қазір бізге ай сайын аударып жатқан өкіметтің ақшасы өте үлкен көмек. Мысалға мен табысымнан, мен үйде жалғыз өзім қазір жұмыс істеп жатырмын. Ешқандай тамаққа алаңдамайым. Сол карточкада ақша бар, магазин дәл жанымызда, әйтеуір ас ауқаттар бір айға былай айтқанда артығымен жетеді. Барлық магазиннен ала бересіз. Уақытылы түсіп тұрады ай сайын. Мен оған басымды қатырмаймын, азық-түлікке. Менің табысым қалған, жаңа үйімізді жалдаймын, үйінің комуслугасы, квартплатасы, страховой дейді, машинаға страховка аласыз. Бұл жақта біздікіндей бір жылға емес, ай сайын страховка төлейді, соны төлейсіз, және өзіңіздің интернетіңіз бар, үйдің интернеті бар деген сияқты. Бұл жақта да өзінің шығындары көп. Сондай нәрселерге менің табысым кетіп жатыр. Сол жағы өте қатты жеңілдік бізге.
иә сол иә бағанағы сұраққа толық жауап бердік деп ойлаймыз. Бізге негізі үкіметтен осындай көмек беріледі. Содан кейін көп адамдар жазып жатыр, елден қашып жатыр, солсыдан иә елді кім қорғайды, соғыс басталса елде адам қалмайтын болды, неменеге Америкаға кеттім деп мақтанады деген сияқты сондай сұрақ келіпті. Сол жағынан біз жауап бере кетсек. иә бір бауырымыз жазған, иә соны оқыдық қой, елде кім қалмайды. Енді ол шын патриоттың жанайқайы деп түсінемін. Ол жігітке де рахмет, өйтіп айтып жатқан, ішінде жүрегінде бірдеңкесі бар адам ғой, оны айтып жазып жатқанда. Бірақ ол жігітке бауырыма айта кеткім келеді, өзімнің атымнан да. Енді ешкім, мен жалпы өзім қашып жатқан жоқпын өкіметтен. Біз әйтеуір өзіміз, әр адамның өзінің арман мақсаты бар. Сол мақсатқа жету барысында осы жаққа келдік. Қойылған меже бар, сол межеге жету керек. Белгілі бір уақыт осы жақта болып, сол алла қаласа елге қайтамыз деген ой бар. Бірақ оған біраз жылдар керек. Біз мақсатқа жету оңай емес, әрине көп еңбекті талап етеді. Сондай мақсатта ол ешқашан отаннан ыстық нәрсе жоқ. Отан оттан да ыстық дейді. Қазір осы жаққа келгеннен кейін де бізді бір сағыныш деген ерекше сезім осы бізді ең басты. Қазір қанша айтып едік қой басында, екеуміз келген кезде балаларды сағындық деп, балаларды алып келгеннен кейін енді отанды сағынып жатырық, ата анамызды сағынып жатырық деген сияқты. Ең қиын нәрсе бұл жақтағы сағыныш. Бәрі керемет, бұл жақта табиғат, ауа райы, ақшасы, ас ауқаты барлығы жеткілікті. Енді шынымен бұл жақта мұқтаж болмайсыз. Егер жұмыс істеп күнде азында несібеңізді іздеп шықсаңыз, әйтеуір табыс табасыз. И ол табысыңыз сіздің көп жағдайда жетіп артылып жатады. Сол жағы қатты қуантады. Бізді осы жаққа итеріп алып келген нәрсе сол. Бұл жақта тамырымыз жайып осы жақта қалу емес мақсат. Мақсат осы жақтан қаражатты жинап, елде әйтеуір бір өзімізге кәсіп ашып, сол жақта әйтеуір табыс көзі болатындай, табыс көзі болатындай, жақсы өмір сүретіндей. Өзіміздің артымызда 4 бала шағамыз бар. Солар әйтеуір мұқтаж болмасыншы деген сияқты мақсатпен келдік. Бірдеңке істеп алайық, жасап алайық. Жасымыз қазір уже 40-қа таяды. Былай айтқанда 50-60-қа шейін әйтеуір тірлік істеп қалайық деген сияқты, әйтеуір бірдеңке артымыздан қалдырып кетейік деген сияқты оймен келген жайымыз бар. Алла қаласа, алда жоспарлар бар, сол кезде қайтамыз. Барлығы орындалғаннан кейін, өзіміздің мақсатымызға жетсек, аман есен елімізге ораламыз деген үміттеміз. Енді негізі ораламыз, өзімізге де мынандай бір жылды қойып қойдық, мысалы 5 жыл 10 жылдың ортасында деген сияқты. Айтқымыз келмей тұр. Бірақ өзіміздің осындай уақытта қайтамыз деп не алдық. Соға дейін не межеге жетеміз, соған әйтеуір тәуба деп, шүкір деп қайтамыз деген ой бар. Иә. Бірақ басқа да таныстар, осы нелер бар, қайтпаймыз деп жатқандар бар. Осы жаққа енді не қылып, не істеймін барғанда деген сияқты. Ол жаққа барып, жаңағы 100 мың, 150 мың айлыққа жұмыс істеймін ба деген жоқ. Біз ондай ойдан аулақпыз. У ішсең руыңмен іш деген сөз бар қазақта. Көппен көрген ұлы той дейді. Қиналайық, қандай жағдайды бастан кешірсін еліміз, бірге болуға дайынбыз. Құдай қаласа, алла қаласа қайтамыз. Иә, ал енді балаларды алдырған себебіміз, мысалы біз бірінші 3 айда болдық, балаларды сағындық, ол балаларды келіп осы елді көрсін деген бір жағынан ол сондай да ниет болды. Енді елді көрсін деген, әлем танысын, өзіне іліп алатын нәрсе, әйтеуір бір нәрсе болса да әйтеуір есінде қалсын деген сияқты. Бірақ екінші жағынан енді әр бала ата-анамен бірге өсу керек. Ол міндетті түрде нәрсе. Тәрбие беру керек. Ата-анасы тәрбие беріп, ертең осы балалардың кішкентай шағын өткізіп алсақ, мысалы біз ақшаның артында жүріп түсіп, біз ең маңыздысын жоғалтып алған болар едік. Сондықтан осы балаларды қандай қиын болмас, қанша қаражат кетсе де, қандай басымызды қауіпке тіксек те осы жолмен келдік. Ешқандай өкінбейміз. Зато бір бір уайымымыз аз, өйткені жанымызда не ішіп, не киіп жатыр жанымызда әйтеуір көзбен көріп, күнде әйтеуір жұмыстан шаршап келсек, құшақтап иіскеп әйтеуір шаршағанымыз, мауқымызды басатын. Соның өзі бақыт деп ойлаймын. Сондықтан бала шаға бізді сөкпеңіздер. Бізді сөкпеңіздер. Бізді сөкпеңіздер. Біздің жолымыз осындай болды. Енді бірақ біз бұл жақта түбегейлі қаламыз деген ойымызда мүлдем жоқ.
бір кісі тағы да жазыпты, қазір есіме түсіп жатыр, о сияқтының азаматтығын алатын кезде ойланыңдар деп. Біз ондай азаматтық алайын деп жатқан жоқпыз. Азаматтық керек жоқ, иә. Бізге енді грин картаны алып алсақ, Алла қаласа, сол грин картаны алсақ сол жеткілікті. Азаматтық ол өзі де өте үлкен процесс, ол 10-15 жылдап жүресіз. Оны 10-15 жылға төзім де жоқ, оны азаматтықты ешқандай қазақ деген паспортымды ешкімге бергім келмейді. Иә. Сол сұрақтарыңыз барлықтарына жауап бердік. Комментке тағы да айтылмай кеткен сұрақтарыңыз болып жатса, білгіңіз келіп жатқан тағы да сұрақтар болып жатса, жазыңыздар. Подписка жасаңыздар. Біздің подписканы біз өзіміз тексерген кезде 75% бізді көретін көрермендер бізге жазылмапты. Жазылмай көреді екен. 75% Сол ұрланып көрмей жазылып көріңіздер. бізге жазылыңыздар. Бізге үлкен ол мотивация. Шетелде жүргеннен кейін, шет жақта жүргеннен кейін бізге үлкен қолдау болады. Сосын айта кететін достар, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, емін-еркін қысылмай қоя беріңіздер. Контакты номерді сұрасаңыздар беремін, WhatsApp номерге. Кез келген сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Қолдан келген көмекті, әйтеуір ақыл кеңесті беруге дайынбыз. Ақшалай көмек бере алмасақ та, бірақ сөз жәрдем, неден бастап, неден жасаған дұрыс деген сияқты оның барлығына енді жауап береміз. Ол жағынан қашпаймыз енді. Уайымдамаңыздар. Главное, сіздер өздеріңіз әрекет жасап, турвизаларыңызды алып, или алмаған болсаңыз, ол жағынан кеңес сұраңыз, қай компанияға барамыз, алдында айтқанбыз, ол туралы роликтер бар, видеолар көрсеңіздер болады, қай компанияларға жолуға болады. Сол бар айтатынымыз осы. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.